Мен осыдан 2 жыл бұрын 20-шы жылы осы Рой кооперативке тіркеліп, 2 договормен биыл мінекей 22-де март айында 3 бөлмелі пәтерге қол жеткіздім. Осы Рой кооператив меңгерушісі Альбин Мұрынғалиұлына алғысым шексіз. Алла разы болсын. Отбасыңа береке тілейсін Алла. Басқа банкілерге барып біз үй ала алмас едік. Негізінде басқа банкілерде 2 есе қылып процентімен біздің шашымызда жетпес еді. Рой кооперативке ешқандай пайызсыз, Аллаға шүкір, керемет, өте қуаныштымын үй алғанымызға. Осылай мінекей үй алып төлеп жатырмыз, төлемін. Ендігі жерде тек бүкіл қазақ елдері, қазақ халқына айтарым, бәріңізде осы Рой кооперативке келіп үй алуды Аллахым нәсіп етсін. Балдарға да Алла разы болсын деймін. Рахмет көп балам. Ассалаумағалейкум, барша қауым. Осы Рой кооперативінің үлескерлері үй алғанда үйлеріңіз берекетті болсын. Мен айта кететін, мен осы Ройға 2019 жылы тіркеліп, осы баспаналы болған азаматтың біреуі 2000 жылы. Біздерді де қиыншылық болды сол кезде, жаңа күттік, біздерде өзіміз шындығын айтқан кезде шыдамай қайта звондап қашан болады деген өзімізде де болды ондай нелер. Айтып отқанда қазіргі болып жатқан ситуацияға байланысты айтып отырмын. Соның несіне бәріне шыдап, жаңағыдай осы Арген мырзаның қазіргі еңбегі ол зор. Каждыйымыз бәріміз баспаналы кейде айтамын ғой мен деген. Группаға да айтамын, былай жүрген жерде де айтамын. Үй алдық біздер ала алмаймыз бұндай үйде қазір рент ол деген. Банкіге барасың, қайтар жібереді, зарплатыңыз келмейді кейбір адамдардың деген. Бұл бөліп төлеп, пайызсыз баспана деген тек қана банкіге барып, қазпошаларға төлеп 200 теңге қосу, ол ешқандай жерде жоқ ондай деген. Тек баспанамыз қолымызға алған адамдар болып. Сондықтан үйлеріңіз берекетті болып, осы Арген сияқты азаматтар мықты болсын. Сосын осы үй алған үлескерлердің бәрі осындай азаматты біздер қорғауымыз керек, қай кезде де сөзін сөйлеуіміз керек. Сырттан келген жауға біз төтеп беретін бір не болуымыз керек, қамал болуымыз керек бәріміз бірге, бір ауыздан. Біз каждыйын айтқанына ере беріп, біз адам білесіздер ғой, жаман жаққа қарай көп жүгіреміз, жаман сөз айтса сразу бұрылып кетеміз, жақсы затты ұмытып кетеміз. Бұл жақсылықтан егер де ұмытып болмайды. Бұл өмірдегі бір ең басты мәселе баспана ғой қазіргі уақытта көбінесе денсаулыққа и баспана екіншісі. Сол баспананы шешіп берген азаматтың біреуі. Сол баспананы алып күніне жатпай, осы кісіге әрқашанда демеу жасап жүрейік. Осы Арген сияқты азаматтар көп болсын. Қайырлы кеш, баршаңызға. Мен енді мына кісілер сияқты үйдің очередіне тұрған жоқпын. Менің ең бірінші мақсатым болды, бұл маған машина алу керек болды. Енді меніке жолдасым бар, жолдасымның қолдауымен договорды аштық, бір Аллаға сендік. Енді Алла берген күні алармыз деп солай ниет еттік. Өйткені адамның ниетіне байланысты деп ойлаймын барлығы. Осы мінеке жаңағы көргеніңіздей Ақтөбе облысы бойынша 11 адам машина алған. Соның мен Хромтау қаласынан келіп отырмын. Хромтаудан ең бірінші машина алған мен. Қазір Хромтауда жарты Хромтауда уже реклама өтті. Барлығын сұрайды, шын ба дейді, мен айтамын шын. Бәрімізде де ой болды, дегенмен де не де болса осы соңын күтейік деп, енді талай жолдасымды да арасында естеп қоямын мына жерде. Мен сосын Нұржан мырзаға және Нұржан мырзаның командасына рахмет етіп келеді. Шыдамдылық танытып, Медина да өте шыдамсыз боламын. Шыдамдылық танытып, иногда өзім былай қатты айтып, сол дегенмен де мына Қызылордада Айжан ханым бар представитель. Мен через Қызылорду Ақтөбеге айналып Хромтауда машина алғанымның барлығын бір жылдай кетті. Барлығын қарадым, бүкіл комментарий барлығын өте ұзақ ойландым. Дегенмен де жаңағыдай айтып жатсыздар, банк арқылы пайызын төлеу өте қиын. Мына Рой кооперативінің ойлап тапқан программасы өте ең бастысы үйлі болуға және жас семьяларға аяқтарына тік тұрып кетуге өте үлкен зор мүмкіндік беріп отыр. Алла тек ниеттеріңізді қабыл ете берсін. Ең бастысы
кезінде біз жас семья болып отау құрған кезде бұндай ештеңе болған жоқ. Бәрін орысша айтқанда с нуля бастадық дейді ғой. Аллаға шүкір деймін, осы күнге жеткізген. Тек жұмыстарыңыз алға баса берсін. Сіздерге храмтауда үлкен жалынды сәлем айтып тұрмын.